Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте оңай фрикадельки жасаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Бізге керегі фарш, пияз, бір сәбіз, қызыл болгар бұрышы. Пиязымызды көбіктеп майдалап турап аламыз. Туралған пиязымызды салып, үстіне бұрыш салып аламыз. Одан кейін сәбізімізді майдалап көбіктеп турап аламыз. Сәбізімізді турап, осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. Қызыл бұрышымызды да осылай дәл көбіктеп майдалап турап аламыз бұнда. Осы болгар бұрыштары тамаққа өте жақсы дәм береді. Барлығын осылай көбіктеп турап, алдын ала дайындап аламыз. Енді фарш пен пиязымызды жақсылап қолмен араластырып аламыз. Мен фаршқа жұмыртқа қоспаймын. Пияз бен фаршымызды жақсылап араластырып алып, осылай ұрғылаймыз, себебі жақсы бірігу үшін. Фаршымыз дайын болды. Енді осылай домалақтап, бәрін алдын ала дайындап, фрикаделькемізді дайындап аламыз. Табамызға осындай қыхи майын салып алып, жаңағы фрикаделькелерімізді осылай екі жағын жай отта қуырып аламыз. Бізде осылай шашырап кетпей, жақсы болып қуырылып жатыр. Енді үстіне жаңа болгар бұрыштарымызды, одан кейін сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін үстіне бір помидорымызды турап саламыз. Осылай қуырып алып, үстіне суымызды құямыз. Енді суы қайнағанша картошкамызды алдын ала көбіктеп турап дайындап аламыз. Мен картошка қосайын деп жатырмын. Бұған картошканың орнына күріш болмаса қамырдан кеспе жасап салсаңыздар өте дәмді болады. Сорпамыз қайнады. Енді картошкамызды салып, тағы бір қайнатып аламыз. Лавр жапырағын салып аламыз, жақсы дәм беру үшін. Бізде фрикаделькеден супымыз дайын болды. Түскі асқа, кешкі асқа өте жеңіл әрі пайдалы тағам. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер.